мен алкендердің изомерленуі. Жалпы енді біз изомерлердің білесіңдер құрылымдық кеңістік деп бөлген болатынбыз. Соның ішінде көміртек қаңқасы, класс аралық, цис транс деген сияқты изомерлердің түрлері бар. Алкендерде именно осылардың ішінде қайсысы тән дейтін болсаңыздар, алкендерде қараңыздар, бұларда жалпы көміртек тізбегі бойынша бар, бұларда обязательно көміртек қаңқасы бойынша класс аралық бар. Ол біз алдыңғы сабақта айтқан болатынбыз, олардың цикл алкандар мен алкендер бір-біріне класс аралық изомер дегенбіз. Және де қандай геометриялық немесе цис транс изомерленуі бар екен. Плюс 4-ші осыған қосуға болады бізде. Ол не? Мынау еселік байланыстың орны бойынша дегенді қоссақ болады. Сонда бізде алкендерде 4 изомерлену түрі бар екен. Яғни қос байланыстың орны бойынша оларды өзгеріп отырады екен. Енді осы бойынша тоқталып өтейік. Жалпы енді көміртек қаңқасы бойынша деген түсінікті шығар деп ойлаймын. Мысалы, бутен берілсе, мысалы бутен бір дейсіз, бутен бір. Бутен бірде не болады? 4 көміртек былай тұрады. Қос байланыс мына жерде тұрады. CH2, CH2, CH3. Бұл бізде бутен 1. Бутен 1. Енді біз бұны қалай жасақ болады? 3 көміртек жазамыз. Қос байланыс мына жерде тұрады. Біреу радикал ретінде болады. Мына жерде керек емес уже. CH2. Мынау бізде не болады? 2 метил бутен 1. 2 метил бутен 1. 2 метил бутен 1. Бутен 1. Мінекей, осы бізде көміртек қаңқасы бойынша. Енді еселік байланыстың орны бойынша деген ол қандай? Яғни мына байланыстың орындарын ауыстырып отырмыз. Мынаның аты қазір бізде бутен 1 ғой. Кешіріңіз, бутен болмайды, мына жер. Не болады? Пропен болады. Өйткені бізде ұзын тізбегіміз мынау ғой. Пропен болады екен. Просто пропен 1 десең де болады, демесең де болады. Өйткені оның мына жағының санысында болады, мына жағының санысында 1 болады. Значит, осындай екен. Енді еселік байланыстың орны бойынша деген сөз, мынау бутен 1 болса, біз бұны не істейміз? Қос байланыс мына жерге қоя аламыз. Яғни бутен не болады? 2 болады. Міне бутен 2 деп міне. CH3. Бутен 2 деп осылай жазсақ болады екен. Болады екен. Мінекей. Так, түсінікті? Жалпы бұл еселік байланысқа қатысты. Ал енді классаралық изомері кім дейтін болсаңыздар, бұның классаралық изомері кім? Енді біз бутеннің формуласын білеміз ғой, C4H8 екен. Аның барлығы бізде C4H8. Аларда C4H8, аларда бізде C4H8. Яғни изомер дегеніміз не еді бізде? Молекулалық формуласы бірдей, яғни құрылымы бірдей, бірақ құрылысы әртүрлі қосылыстарды айтатын едік. Науда бізде C4H8 барлығы сондай. Енді бізде бутен 1-дің формуласына сәйкес келетін, ол бізде циклоалкандар, циклобутан болады сонда. Циклобутан. Циклобутан. Циклобутан формуласы қандай бізде? CH2. Мынау бізде не болды? C4H8 екен. C4H8 ол бізде не болды? Циклобутанға сәйкес келеді екен. Жалпы түсінікті ғой? Осындай бұлар жаңағы цис транс, жоқ, жаңа класс аралық, көміртек қаңқасы бойынша және еселік байланыстың орны бойынша. Келесі ол бізде не? Цис транс геометриялық изомері. Цис транс деген ол бізде қалай болады? Қалай болады? Ол бізде былай болады. Бұған мысал ретінде біз мынандай нәрсені алайық. Мысалы, CH3, бізде CH3, қос байланыс бар. CH2 дейік. CH2. Енді біз қазір, мына жерде мен бір нәрсе ұмытып кеттім. Мына жерде біз мысал ретінде біз мынаны жазайық. Мынаны жазсақ болады екен. Бутен 2-ні жазсақ болады мына жерде. Бутен 2 бізде келеді ма, келмей ма, соны анықтаймыз. Бұл жерде негізі бұны түсіну үшін біз қазір бір немен көрсетім керекпін, сонда соны жақсы түсінесіңдер. Цис транста, яғни геометриялық изомерлерде бізде не? Цис деген бар,
цис изомерия бар и транс изомерия бар. Бұл геометриялық изомериясына қатысты. Яғни мынау бізде бутен 2-ні бізде қос байланыс болып тұрған жер мынау. Дұрыс па? Қос байланыс болып тұрған жер мынау. Мына жер бізде қос байланыс болып тұр. Енді осы жердегі мына жерде бізде бір сутегіміз тұр ғой, иә? Сол бір сутегін мына жерге жазамын. Мына сутегін, ал мына саш3-ті мен мына жерге жазамын. Келесіде де солай жазайын. Бір сутекті мына жерге, саш3-ті мына жерге. Яғни бұл не істеп жатыр, мен асып жазып жатырмын, былай істеген. Мынау менде бөлек тұр, мыналар не? Бөлек осылай тұр екен. Мен свет өзгерте салайын. Мынау бөлек тұр, и мынау бөлек тұр. Енді қараңдар, цис изомерияда мына екеуі, яғни саш3-тер бар ғой, саш3 бойынша салыстыратын болсақ, осы екеуі бір бағытта тұрса, яғни жоғарыда тұрса, немесе екеуі де астында тұрса деген сөз. Екеуі де бір бағытта тұр ғой, қазір дұрыс па? Бір бағытта отырмыз, примерно мынандай. Яғни екеуі де жоғарыда тұр. Значит, осыны біз не? Цис изомерия дейміз. Яғни бұны біз не дейміз? Цис бутен 2 деп атаймыз. Цис бутен 2 деп аталады. Тура осыны мен қазір былай жазсам да болады да. Қос байланыс осылай тұрады. Неде саш3, неде сутегі, бірақ мына жердегі саш3 не астына түсіп кетеді да, яқта не сутегі былай тұрады. Яғни бұл жердегі бізде жаңағы екі саш3-міз не істеді? Екі кеңістікте жатыр уже. Көрдіңіздер ме? Біреу жоғарыда, біреу төменде. Осы кезде бұл осы изомерияда бізде не болады? Транс изомерия болады екен. Транс изомерия дегеніміз жалпы не? Осылай келеді. Жалпы енді бұл мен сіздерге қазір көрсетейін. Бұл жерде видеосымен көрсетсем де болады. Анандай ғой негізі. Біз білеміз, что оларда не? Қос байланыс бар екенін білеміз. Қос байланыстар бар. Міне қараңыздар. Қос байланыстар мен сіздерге салып көрсетемін. Қос байланыстар міне былай тұр. Ал бізде ортадағы қос байланыс бар жері. Қос байланыс бар жері. Ал қос байланыс бар жері. Енді осыған келеді да, не жалғанып бізде? Бір саш3-міз жалғанып мені. Бір саш3-міз былай тұрады, былай тұрады. Енді жерде өзінің несі бар, жаңа сутегісі бар. Енді мына жағында бізде не бар? Тағы да бір саш3-міз бар. Көрдіңіздер ме? Қарасаңыздар, мына саш3, мынау бізде саш3 қой, мынаның өзі саш3. Жоғарыда көрсеткен мынауымыз ғой бізде, мынауымыз бойынша. Мына жерде тұр, қос байланысы мынау тұр, бір саш3 істеп тұр, астында тұр. Көрдіңдер ме? Міне осыны айтып жатырмыз, осы туралы айтып жатырмыз. Мына екеуін қарасаңыздар, екеуінің орнын былай ауыстыра алмаймыз, қараңдаршы. Ортадағы байланыс болғандықтан біреу жоғары, біреу төмен қарап тұра береді екен. Байланыстың әсерінен. Егер де біз бұның изомериясында негіз олай емес, былай тұрса, екеуі де жоғары қарап тұрса, екі байланыс тұр, екі саш3 жоғары қарап тұр. Бұл кезде не болады? Цис изомерия болады екен. Цис изомерия. Яғни бұлар не істейді? Орындар ауысамайды, көрдіңдер ме? Ортадағы байланыс не істейді? Ұстап қалады, бұны айналдыра алмайды. Сондықтан да бұлардың құрылысы басқа деп геометриялық тұрғыда айырмашылығы бар деп есептеледі екен. Бұлардың даже физикалық құрылысы да басқаша болады. Біреуінің қайнау температурасы мысалы, допустим, -40 градус болса, біреуінде -30 болуы мүмкін да. Көрдіңдер ме? Осындай жағдайда, яғни біздегі жаңағы бір бағытта жататын болса, ауыр массалар бойынша, онда оны біз цис деп айтамыз. Цис бутен 2 дейміз. Ал когда бізде екеуінің біреуі астында, біреуі төменде тұратын болса, мына сияқты мысалы, біреу жоғарыда, біреу төменде тұр. Көрдіңіздер ме? Уже жоғарыда, біреу төменде тұр. Мына көміртек, мына көміртек астында тұр. Көрдіңіздер ме? Кеңістік бойынша ше. Кеңістік бойынша алатын болса. Значит, бұл не болады бізде? Транс изомерия болады екен. Транс изомерия. Көрдіңіз ба? Жалпы осындай оқыштар. Геометриялық изомерия деген осы екен. Жалпы цис, транс дегеніміз осы. Алдағы уақытта тағы да түсінбей жатсаңыздар, бұл жерде тағы да түсіндіріп өтетін болады. Жақсы ма? Жалпы осы.